Сәлем достар, бүгін мен сізге шашқа қалай ухаживать етудің заңдарын көрсетем. Бізге аналарымыз айтушы еді, егер біз шаштарымызды қырқатын болсақ, онда шаштарымыз одан өте өседі деп. Бірақ ол жалған. Оған сенің шаштарымызды көп қырқа беруге болмайды. Бірақ анда-санда шашты қырқып тұру керек. Себебі, егер біз шашымызды ұзақ уақыт қырқпай, кейін ұзақ уақыт өткен соң шашымызды қырқатын болсақ, онда біздің шашымыз шошып өспей қалады. Сондықтан шашты анда-санда қырқып тұру керек. Біздің шашымыз су кезінде егер шашымызды жинайтын болсақ, онда шашымыз биттеп сіркелеп кетуі мүмкін. Егер шашты біз су кезінде тарайтын болсақ, онда шаштарымыз одан да көп түсетін болады. Егер сіздерде плойка жоқ болса, бірақ сіздер шаштарыңызды қатты пералағыларыңыз келсе, онда шаштарыңызды өріп қойыңыздар. Сонда 2-3 күн жүрсеңіздер, кейін оны шешсеңіздер, одан соң шаштарыңыз пера болып шығады. Шаш адамның көркі дегендей, шашыңыз жұқа болып кетсе, шашыңызды қалыңдатқыңыз келсе, онда шашты қалыңдататын түрлі дәрілерді ішіп, шампуньдармен жусаңыздар, шаштарыңыз қалыңдап кетеді. Шашыңызды бераладыңыз, бірақ ол бера кетпей қойды. Шашыңызды түзелеп тарағыңыз келсе, ауыртпай. Онда мен сіздерге бір совет берейін. Сізден шашты түзелетін өте жоқ болса, онда шаштарыңызды жайып, оны сулап тарасаңыздар, бірақ кішкене шаш түсетін болса, онда оған мұңаймаңыздар. Себебі ол шаш қайтадан өседі. Солай шашты сулап тарасаңыздар, онда шаштарыңыз түп-түзу болып әдемі бола келеді. Егер сіздер шаштарыңызды түбіне дейін бояйтын болсаңыздар, онда шаштарыңыз түсіп, жұқаланып, әлсіре бастайды. Сондықтан шашты түбіне дейін бояуға рұқсат бар, бірақ ол адамға зиян келтіреді, адамның шашына. Шашыңыз қатты жайқалып тұрған қалайсыз ба? Сізде плойка бар, оны бералайсыз ба? Шашты түбіне дейін бералауға болмайды. Себебі шашты түбіне дейін бералайтын болсаңыздар, онда сол плойкадағы шаштар түсіп кетеді. Және қалған шаштар да түсуі мүмкін. Сондықтан плойкамен шаштың түбіне дейін сіздерге мен айтамын, түбіне дейін шашты плойкаламаңыздар деп. Достар, менің бұл шаш туралы советтерім. Келесі видеода көріскенше сау болыңдар.